Енді оны бізге қамырына осылай ұнды өлшеп аламыз міндетті түрде. Үстіне аздап қана шым-шым тұзды сеуіп, кейін бізге мұздай морозинтен шыққан қатпарлы қамырға арналған маргарин қажет болды. Дәл осылай видеодағыдай онымен араластыра отырып түрканы өткіземіз. Бізде осындай масса болып шығады. Енді осының үстіне сұйықтық дайындаймыз. Ол үшін бізге осылай үлкен стаканымызға бір дана жұмыртқамызды жарамыз. Үстіне аздап қана уксус құямыз. Менде 70% уксус, егер де 9% уксус болатын болса, бір ас қасық құясыз. Менде 70 болғанда мен аздап қана құйдым. Енді осының үстіне салқын холодильниктен алынған салқын су құйыңыздар. Міне осылай артық ешқандай су құймаңыздар. Бұл жерде қамырдың басы кішкене біреу қиын болады, дегенмен де қамырдың басын қайта-қайта илеп, басын біріктіруге болады. Сондықтан артық ешқандай су құймаңыздар. Көрсетілген мөлшерден мүлдем асырмаңыздар. Қайта-қайта осылай басын біріктірсеңіздер, басы бірігеді. Бізде мінекей қараңыздар, қамыр дәл осындай болып шығады. Қараңыз, көрдіңіздер ме? Енді осыны пакетке салып, холодильникте 1 сағатқа қойып қойыңыздар. Қамыр демалу керек. Енді 1 сағаттан холодильниктен алғаннан кейін, қараңыздар, бізде қамыр осындай болып шықты. Бастар бірікпей тұр. Енді осыны теңде 2 бөлікке бөлеміз. 2 бөлікке бөлгеннен кейін үстіне кішкене оқтаумен басамыз. Бізге формасын, біркелкі формасын беру керек. Бізде қамыр осындай шашыраңқы болып тұрады, басы бірікпей. Жаңа айтқандай, артық су құймаңыздар көрсетілген мөлшерден. Осылай оқтаудың үстінен басамыз. Екіншісінде үстін дәл солай басып, екеуінің ұзындықтарын бірдей етіп жасаймыз. Енді бір қамырды екінші қамырдың үстіне қойып, тағы да оқтаумен басып формасын береміз. Алдағы уақытта кескенге біркелкі кесу үшін осылай формасын беріп, пакетке салып, тағы да 1 сағатқа холодильникке қойып қоямыз. Енді 1 сағат өткеннен кейін қамырды аламыз. Қамыр бізде мұздатылған болып тұрады. Қамырды қақ ортасынан бөліп, бір бөліктерге бөліп, ағара жұмыс жасайтын боламыз. Мінекей дәл осылай видеодағыдай қамырды қақ ортасынан бөліп, қараңыздар, қамырымыз дәл осындай болып шығады. Енді осыны көз мөлшермен біркелкі етіп кесіп шығасыздар. Мен соңғы екеуін оны крошка үшін алып қалдым. Сіз қолданатын жаятын қамырдың 1-2-ін алып қалыңыздар, қалғандарын холодильникке салып қойыңыздар. Холодильникте сақталғаны жөн. Енді осының үстінен оқтаумен аздап басып, аздап қана ұн сеуіп, қатты көп ұн сеппейсіздер. Тек қана жаюға ғана болатындай аздап қана ұн сеуіп жүресіздер. Енді қамырымызды жаямыз. Чұқалап жаямыз қамырымызды. Осылай 4 бұрышты сіз өзіңізге қалай ыңғайлы дөңгелек форма бересіз бе, 4 бұрышты форма бересіз, соған қарай қамырды жаясыздар. Мен 4 бұрышты форма бердім. Не болмаса дайын болғаннан кейін дөңгелек формамен торты кесіп алсаңыздар болады. Мінекей осылай чұқалайтып қамырды жаямыз. Формамызға саламыз, және форма салғаннан кейін міндетті түрде шаншықмен тесу керек. Біркелкі етіп барынша жайыңыздар. Шаншықмен тесіп шығамыз. Қызып тұрған пеште 200 градуста біздің тестамыз қызарғанша ұстайсыздар. Ол жерде әркімнің пеші әртүрлі, біреуде 10 минут, біреуде 15 минут уақыт алуы мүмкін. Сол себепті қызарғанша ұстайсыздар. Жаңа айтқандай, міндетті түрде шаншықмен тесуді ұмытпаңыздар. Және де печкадан шыққаннан кейін формасы біркелкі болу үшін кесіп аласыздар. Бұл кесілген кезде сым кетпейді, қамыр қатпарлы болғаннан кейін еш қорықпай суғаннан кейін де кессеңіздер болады. Ол қатты бетіп сым кетпейді. Мінекей қараңыздар, біздің қамырымыз осындай болып шықты. Осылай шеттерін кесіп тастайсыздар. Міне осындай қатпарлы әдемі болып шығады. Енді бізге кремге 1 метр температурасында еріп тұрған таза сары майды осылай бірінші миксермен араластырасыздар. Бізден майымыз ағару керек. Ағарғаннан кейін ғана осылай сгущенный молоконы құямыз. Аздап құйып отырып араластырамыз. Бұлардың кремнің құрамын граммдан төменде бәрін жазып кететін боламын. Жақсылап тұрып араластырасыздар. Бізде жалпы крем сұйық болып келеді. Міне біздің корждарымыз жалпы алғанда қараңыздар. Қатпарлы шығады. Осылай мен кремімізді құямыз. Крем қою емес, сұйықтау болады бізде крем.
осылай мінекей кремді жағып шығамыз. Кисточканың көмегімен жағып шығамыз кремді. Кремді қатты көп бошылдатып құюдың қажет жоқ. Тым қатты тәтті болып кетеді. Осылай кезектесіп отырып, коржды және де кремді сала отырып, осылай жинақтайсыздар торттарыңызды. Май алған кезде міндетті түрде сапалы 72% немесе 82% майды алыңыздар. Міне ең соңғы корж қойған кезде үстінен басамыз осылай. Яғни корждарымызды біріктіреміз. Үстінен басып болғаннан кейін ең үстіне тоже осылай кремді құйып жағамыз және де дайындап қойған крошкамызды бетіне себеміз. Торты дайындап болған міндетті түрде холодильникке кем дегенде 2 сағатқа пропиткаға тұрсын. Толықтай сініп әдемі болып шығады. Холодильникке қойып қойыңыздар. Міндетті түрде бұл жерде корждарға жаңағы қатпарлы қамырға арналған маргаринді алыңыздар. Маргарин слойка деп аталады. Сіздерде жаңа қосымша телеграм каналда сюжеті барлығы берілетін болады. Мінекей бетіне осылай крошкасын сеуіп, тортымыз дайын, холодильникке қойып қоясыздар. Пропиткаға кем дегенде 2 сағатқа қоясыздар. Өте дәмді қытырлақ болып шығады. Тестосы нежный, ерекше. Дәл видеода дайындайтын болсаңыздар, сізде де